Ата-аналар өздері айтады, білесіздер ме? Бір бала шаға, 4-5 бала шағасы болады, ішіндегі ең ақылдысын технологическийге береді. Жалпы миы жақсы істейтін зейіні мықты қаққыр балдар бар ғой, алғыр балдарын үлкен оқуларға береді да, сөйтіп қарайды да, мына біреу что-то ішіндегі біреу не толы болады ғой, жаңағы зейіні нашар, еш нәрсеге ықыласы жоқ, осыдан дым шықпай ма дейді да, оны жаңағы неге медресеге беріп жібереді. Молдалық, бұл баланы молда қылайын деп ше. Содан ғой деймін да, біз сияқты суми молдалар шығады да. Соны айтамын да, бір балаңызды медресеге ішіндегі ең мықты деген балаңызды дін жолына арнасаңыз да, мейлі қалғандары оқи берсін басқа сабақтар. Бір ішіндегі мықты бала дегенді шынымен медресеге мықты балдарымыз берсек та. Қарасаңызшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның уақытында әркім келіп Пайғамбар саллаллаху қолындағы барын беріп жатады ғой. Сонда Анас ибн Малик радиаллаху анху бар ғой, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ең ұзақ қасында кішкентайынан барған. Сол кісіні анасы беріп, анасы баласын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға беріп, былай дейді: "Ей Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, сізге беретін менде дүнием жоқ дейді, еш нәрсем жоқ. Мына бала сізге дейді. Осы бала сіздің қызметіңізде болады" деп. Анас ибн Малик радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдында ең көп қызмет істеген адамдардың бірі да, өте білімді кісі. Анасы солай берген да дінге. Солай балдарымыздың ішіндегі мықты деген біреуін дінге беретін болсақ, медресені өзіңіз ойлаңызшы. Біз сияқты өңке жақ қашқан-пышқандар молда болады да, келіп сөйтіп екі қос бір келді отыра береді да, анау да болады, мынау да болады деп ше. Енді мықты ішіндегі зейіні мықты баланы берсеңізші медресеге, медресені қызылмен бітірсе, барып Нұр Мүбаракқа түссе, қызылмен бітіріп, барып мықты оқуларды оқып келіп, ғалым болса ше, қалай ойлайсыз?